Сәлеметсіздер ме, подкаст көрермендері, бүгін ұлыстың ұлы күні әз Наурыз мерекесі. Наурыз мейрамы түрік халықтарының ортақ мерекесі болып саналады. Біздің бүгінгі подкасттың қонақтары Достық Әзірбайжан этномәдени бірлестігінің төрағасы Гусинов Шамсадин аға. Қош келдіңіз. Алаяр Қарақалпақ этномәдени бірлестігінің мүшесі Сайлаубаева Лилия ханым және Пахтакор Өзбек этномәдени бірлестігінің төраға орынбасары Атажанова Индира ханым. Қош келдіңіздер біздің подкаст орталыққа. Қош көрдік. Біздің сұрағымыз, жалпы жаңа айтып жатырмыз, Наурыз мейрамы түрік халықтарының ортақ мерекесі деп. Осы орайда өздеріңіз Наурыз мерекесін қалай қарсы аласыздар? Сол жөнінде айтып өтсеңіздер, және қандай ұлттық дәстүрлер сақталған сіздерде Наурыз мерекесіне орай? Осыған тоқталып өтсеңіздер. Қарақалпақ халқында мерекені жаңа жылдың бастауы ретінде көтеріңкі көңіл күймен атап өтеді. Azərbaycan otandastарында birgə Novruz mərəkələri ötədi. Kazak'ta Novruz mərəkəsi, bizlərdə Novruz bayramı aytamiz. Mən öz adımdan barlıq Kazakistanları Novruz mərəkəsi ilə şın yürekdən kutluqdayım. Buna bizim ortak mərəkəmiz, Türk dilli devletlerin ortak mərəkəsi. Bu bizim manızlı bayramımız. Жалпы бізде өзбектерде де жаңа қазақ халқына ұқсап, қарақалпақ халқына ұқсап, Әзербайжан халқына ұқсап, Түркия халқы болғасын, бізде ұқсастығымыз көп. Жалпы бізде отбасыда қалай, өзбек ұлтында қалай. Наурыз келді, жаңа жыл басталды. Біздше да түріктер бойынша, түркі халықтар бойынша жаңа жыл басталды. Жаңа деген жаңа өмір басталды. Сол үшін біз үйді тазалап, жаңағыдай жақсы жаңалықтар кірсін деп, үйге сәттілік кірсін деп, сондай бір дәстүрлеріміз бар. Сосын үлкендердің үйіне барып, жаңа батасын аламыз. Олардан жаңа бір ренжісіп қалған, ұрсып қалған адамдар болса, олармен жаңа жарасып, кешірім сұрап, әлде кешірім беріп, сондай бір дәстүрлеріміз бар, жалпы біздің өзбектерде. Жақсы, рахмет жауаптарыңызға. Екінші сұрағымыз, Наурыз мерекесін тойлаудағы осы қазақ халқымен ұқсастықтар бар ма сіздерде? Ерекшеліктері, немесе бір ұқсайтын салт дәстүрлері? Bizim Azərbaycan Kazak vilayeti merkezimiz, birge merkezimiz, biz Türk dilli devletler bulup, bizim Novruz merkezimizde birbirimize okşar merkez. Novruz merkezinde bizde şeker bura, baklava, badam bura, münazatlar pişirildi. У нас еще вот до Новруза, как у нас Амал мерекеси была, да, 14 числа, вот каждый вот четверг, вот топрақ çarşambası болады, жел çarşambası болады, от çarşambası болады, su çarşambası болады, а сосын, ondan сосын Novruz merkezi geldi. Novruz merkezin 20 yanvardan biz başlayaq da konca Novruz'a kadar Novruz merkezin biz kutluqdayımız. Bizim tamaklarımız da Kazak tamaklarına aynı. У нас получается, как казахи постоянно вот это во время Новруза сходим родственникам, ақсақалам, как көрісі күні сходим, поздороваемся. И также вот азербайджанцы тоже ходят во время Новруза, ақсақалы поздравляют это. Вот во время Новруза никто не должен обиды держать. Барлық это кто-то с кем-то вот в течение года обиделся во время Новруза, они помирятся, кешірім сұрады, кешірім қабыл болады. Вот Novruz мерекесі жылын тамамдығы день. Вот 20 числа, вот это 21 на 22 уже день, ночь одинаково. Это 12 часов день, 12 часов ночь. Вот год поменяется, Новый год наступает,
В этом году наши вот это, как сказать, наши вот это туркоязычно все отмечают вот это Новруз, праздник это. У нас это праздник барлық мұсылмандар, түрк тілді дәулеттер, Өзбекте да, Қазақта да, Кыргызда да, Каракалпакта да, Түркменде да барлық түрк тілді дәулеттер Наурыз мерекесін құттықтайды. Наурыз сөзі парсы тілінен алынған болып, жаңа күн деген мағынаны білдіреді. Яғни сол кезде біздерде Қарақалпақ халқында үй тазалау, аула тазалау, ескі заттардан арылу деген сияқты тазалау, тазалық жұмыстары жүреді. Және қазақтар сияқты наурыз көже пісіріп, ағаш үй тігіліп, ұлттық ойындар атап өтетін болсақ, қошқарды өстіру, тауық ұрыстыру, арқан тартысы, күрес, тағы да басқа ұлттық ойындарды ойнап, 21 наурыздан 1 сәуірге дейін осылай наурызды тойлап жалғастырады. Жалпы қазақ өзбек екеуінің ұқсастығы өте көп, жаңағы шекаралас боламыз ғой біз, поэтому сондықтан ұқсастығымыз көп. Мысалы, жаңа үлкендерге барып бата алу, жаңағы кешірімді болу, дастарханды байытып, жаңағы берекелі қылып жаю, ол деген ұқсастықтарымыз. Жалпы қазақтарда наурыз көже бар. Біздің наурыз кезінде пісірілетін тамағымыз ол сүмәләк. Оның да бір аңызы бар, айтып өтсем. Сүмәләк деген жалпы бір апта бидай, кәдімгі бидайды пісіреді. Пісіргенде, енді пісіп атқан бидайды, егіп, енді нелер шыққанда, зелень, когда она прорастает, пшеница деп айтады орыстарда. Соны мясорубкадан езіп, жаңағыдай маймен араластырып, сумен араластырып, арасына тас қосып, соны араластырды. Оның аңызы қалай? Ежелде бір әйел болған екен, өте жағдай нашар адам болған екен. Бала-шағасы көп болған, қарны ашады, бала-шаға тамақ сұрайды. Сол кезде әйел тамақ таппай, қазанға жетік салады екен, тас салады екен. Ол тасты араластыра береді екен. Балдар тамақ дайындап жатыр, мамам бекер не істеп жатқан жоқ қой деп тынышталып ұйықтап қалады екен балдары. Сонда әйел балдар ұйықтап қалғанша тасты араластыра береді екен. Таң атқанда ұйықтап қалады ғой, әйел деген шаршайды. Таң атса қазанда сүмәләк тұрады екен, аңыз бойынша. Енді соны қазір жалпы тек қана өзбектерде емес, ол қырғыз халқында пісірілетін тамақ, Қарақалпақта халқында пісірілетін тамақтар болып қазір есептеледі. Қазақта 7 наименование продукты. Наурыз хожада 7. Мына Азербайжанда да бар. Азербайжанда столда 7 жүр тамақ болады. Жетімен байланысты Өзбектерде де бар, Азербайжанда да бар, Қазақта да бар. Біз түркі тілі дәулеттер барлық bizim дәстүрлеріміз оқшар. Азербайжанда сәмәні саладылар. Сәмәні, прашыны, зерно, бидай. Бидайсын саласан, бидай растет, зелында. Мұның мағызы не? Каждый год это символ бидая. Больше, бол бидай болсын. Рахмет жауаптарыңызға. Енді келесі сұраққа ойыссақ, жалпы наурыз мейрамының шығу тарихы әр халықта әртүрлі болуы мүмкін. Наным сенімдеріне қарай дегендей. Сіздерде қалай наурыз мерекесінің шығу тарихын қалай оқыдыңыздар? Наурыз тарихының шығу, мен өзім білесе 3000 жылдан көп болады. Мұна мереке барлық түрк тілді халықтардың мерекесі. Тағы да айтым, Қазақта да, Азербайжанда да, Өзбекте да, Кыргызда да, Түркте да барлық түрк тілді дәулеттер мұна Наурыз мерекесін құттықтайды. Біріміз айдамыз Наурыз, біріміз айдамыз Навруз, біріміз Наурыз мерекесі, біріміз Наурыз байрамы айдамыз. Мұна bizim tarihimiz, Türklerin tarihi. Biz Altay'dan çıkıp gelenler, bizim dede babalarımız
Əkelərimiz oradan gelinler. Biri Kıpçağın nesli boladı, biri Korkut Atadan, Oğuz'dan gelen boladı. История уже давно друг вот это межнациональный скажем это уже давно эта история идет. Толықтырып кетсем, иә, жаңағы Шамсетдин аға айтып отыр ғой, 3000 жылдан асты ол деген парсы мен Орта Азияға ортақ мереке болып есептеледі. Сол кезде неге біз оны алып алғанымыз, ол кезде жаңағыдай жібек жолы болды, жаңағы сауда-саттық болды ортада. Сол кезде жаңағы халықтар бір-бірімен тығыз араласты. Сол уақыттан келіп атқан мейрам, ол мейрамның аға айтып отыр, 3000-нан астам тарихы бар. 3000 жылдан астам тарихы бар. Наурыз мерекесі сол жаңа күннің басталуы деген сияқты. 21 наурыздан 22 наурызға қараған күн жаңа күннің басталуы. Bizim Ramazan ayların sultanı olan Ramazan ayı, Ramazan ayında barlığımız oruç tutamaz. Barlığımızın bütün Müslümanlar, Türk dilliler barlığı oruza merkemiz, bizim ortak merkemiz, Novruz merkemiz, ortak merkemiz, sosun tağda merkeler var. O bizim ortak merkelerimiz Kurban Ayet merkemiz, ortak merkemiz. Kurban Ayı başka, Oruza başka, Novruz başka. Bizim köp merkelerimiz ortak, oksar. Bizim barlığımızın dilimiz bir. Dilimiz oksar. Kazak dili, Azerbaycan dili, Uzbek dili, Kırgız dili, Karakalpak dili, Türk dili. Biz barlığımız Türk dilli, Türk dilli halkımız. Türk dilinde söyleşemiz. Жарапазан деген бізде де бар, ол Қарақалпақ халқында Ярамазан деп айтылады. Кішкене балаларымыз осылай үйлерге кіріп, Ярамазан айтып, балаларға сыйлықтарын сыйлап, көңіл күйлерін, бір-бірінің көңіл күйлерін көтеріп жүреді. Buna bizim Novruz merkezimizde var. Ballar üylere baradı. Üylere baranda üylerin bir zatlar konfet, şeker bıraksa bir zatlar salatsa aladılar. Ballar da rahmet aylarlar. Ya küçük ülkeler tatlılardan aladılar. Da verdiler. Buna Kazakistan'da, Kazaklar'da da var. Ülkelere baradı Ramazan'da, Novruz'da. Baradı, ülkelerinden görseydi, bir padarka alıp veredi. Azerbaycan'da da var. Bizim barlıq dasturumuz bir. Barlıq Kazakistanlara Novruz merkeziyle şen yürekten kutluktayım. Elimiz aman olsun, yurtumuz tanış olsun. Her zaman da bizim kök toyumuz бекте dursun. Қазақстанда, осы Маңғыстауда өмір сүріп жатырғандықтан, енді сіздер қазақ халқымен етене араласып, күнделікті өмірде бірге көрісіп, бірге араласып өмір сүресіздер. Сондықтан да осы Наурыз мерекесін қалай қарсы аласыздар? Мен өзім 40 yılca жақын Akta, Mangıstağ'da turam. 40 yıllık Novruz merkezini kutluktayımız. Ağaç yurta kuramız. Ağaç yurtada öz Azerbaycan tamaklarımızı, Kazak tamaklarımızı, barlığımızı bir dastarxan aşamız. Dastarxanda gelген konukları konaktayımız. Yurtada özümüzün dasturumuz, özümüzün Azerbaycan'ın suvenirlerin koyamız. Barlıq giren konaklar buna dedi Azerbaycan'ın dasturunu görediler. Bizim ortak
дәстүріміз, ортақ дастарханымыз барлығыны мына халықлар раньше видели ынтымақта Наурыз мәркесі болады. А қазір теңіз жанында амфитеатр бойынша орда юрта құрамыз, орда Наурыз мәркемізді құттықтаймыз. Шамсадинаға айтпақшы, жаңаға бізде амфитеатрдың қасында киіз үй салып, жаңа тамақ дастарханды жайып, өзіміздің сумалякты, жаңа өзіміздің бәріне таныс пловты, күріш деп айтады ғой, соны қойып, жаңаға киізге жаңа біздің ұлттық киімдерді асып қоямыз, олармен жаңа өзіміздің қазақ өзбек дәстүрлерімізбен таныстырамыз адамдарды, кімге қызық болса, көне жұмыстарды көрсетіп, жаңағы сувенирларды көрсетіп, оның аңызын, әр нәрсенің өзінің аңызын айтып, жаңағыдай адамдарды қызықтырып, өз дәстүрімізбен жаңағыдай таныстырамыз. Бізде сол Наурыз мерекесін тойлауға мүмкіндігіміз көп, өз алдына ағаш үй тігіледі, өзіміздің ұлттық билерімізді, әндерімізді айтамыз. Осылай 22 наурыз күні өзіміздің қаламызда, Ақтау қаласында, теңіз жағасында үлкен етіп тойлаймыз. Концерттік бағдарламалар болады оның ішінде. Лилия ханым, байқауымызша ұлттық аспабыңызды ала келіпсіз, ендеше сізден қонақ кәде сұрайық. Рахмет. Қарақалпақ халқының әні Дутарым. Екі тар бәлтиек 12 перде, шеркенің кеуленде қалмаған зерде. Қайтой мерекеде орынның төрде, заманның еркесі жаңлады таурым. Бес пердені бес бармақлап басқанда, шырпыр етіп торғай шырлар аспанда. Қанат бағышлайсаң жырға дастанға, йошымның қанаты жаңлады таурым. Сәзендені дұшпаны да дос көрген, жігітлер қауазында хош көрген. Бердақпенен әжін язға yoш берген, йошымның қуаты жаңлады таурым. Қалдырған, өзінде болмаса сұрап алдырған. Тыңлағанның құлақ құршын қандырған, жігіттің мұрады жаңлады таурым. Ақ яурай, аманай, яр яурай, жігіттің мұрады жаңлады таурым. Ал құрметті подкаст көрермендері, бүгінгі біздің кезекті санымыз аяқталды, өз мәресіне жетті. Сіздер де ақпарат алдыңыздар деп ойлаймыз. Осымен қош сау болыңыздар.